Бір тәуліктен бері Болат Бақауов орнында ма деген сауал көптің көкейінен кетер емес. Павлодар облысының әкімін көмекшісімен бірге ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері ұстады деген дыбыстық хабарлама кешеден бері әлеуметтік желілерде әлі кезіп жүр. Да капец достан. Да, Бакауова и его помощника хлопнули. Прям на совещании наручники одели, говорит, конторский. Да Павлодар весь шумит, ты чё? Говорят, этот акимат отцепили весь. Қарама-қайшы мәлімет тарап жатқанда кеше кешкілік Болат Бақауовтың Instagram аккаунтында оның инвесторлармен кездескен туралы ақпарат жарияланды. Павлодар облысы әкімінің баспасөз қызметі тек ресми ақпаратқа сену керек деп мәлімдеме жасаумен шектелді. Ал бүгін Павлодар облысының әкімі Болат Бақауов қатысуы тиіс екі жиналыс өтпей қалған. Бұл көпшіліктің күдігін тағы туғызды. Саясаттанушы Ерлан Сайыров тарап жатқан ақпарат жақсылықтың нышаны еместігін айтады. Бұл жалғыз кереку емес, барлық аймақтардағы дағдарыстың белгісі деп есептейді. Элиталық жаңағы текетіресте болуы мүмкін. Мүмкін енді өздеріңіз білесіздер ғой, анау мемлекеттік қызметкерлердің арасындағы жаңағы конкуренцияда да болуы мүмкін. Әзірше мына құқық қорғау органдарының ресми белгілі бір анықтамасы шыққанша жаңағы бір нәрсе айту бұл жерде өте қиын. Дегенмен де осындай қадамның өзі бүгінгі таңда сол облыстық әкімдердің жаңағы деңгейі, облыстық әкімдердің статусына жалпы өте нашар әсер ететіндігі анық. Облыс әкімдердің репутациясы басты назарда болу керек. Осы облыс әкімдерінің жүріс-тұрысы, олардың жұмысы, олардың халықтың алдындағы жаңағы беделі тұрғысынан әрине бүкіл әкімдердің жұмысын қайта қарау мәселесін өзектендіреді. Ал Бақауовтың баспасөз хатшысы Ернар Сейдахмет облыс әкімдігінің қалыпты жағдайда жұмыс істеп жатқанын, аймақ басшысы Павлодар қаласында екенін мәлімдеді. Уважаемые коллеги, на данный момент акимат Павлодарской области работает в штатном режиме. Все руководство области находится на своем рабочем месте. Единственное, аким области сейчас находится не в здании акимата, но он по рабочим моментам в городе Павлодар сейчас. Айта кетейік, Болат Бақауов аймақтағы басшылардың ішінде инсайдерлік және ресми ақпарат көздерінде жиі дауға ілінетін шенеуніктердің қатарында. Ол 2018 жылы шілдеде Маралды курорт аймағы үшін елбасының сынына ілікті. Нұрсұлтан Назарбаев туристік кешенді ұнатпай, міне жаңа Болат Маралдыны көрсетті. Бұл масқара ғой, мұны ешкімге көрсетпе. Қарашы, адамдар жалаңаш жүр, олардың отыратын орындары жоқ деген еді. Көп замай Маралды көлінің жанында тұратын ауыл тұрғындары облыс әкімінің баласы мен оның туыстары туристік кешенді сатып алып, жергілікті адамдарды кіргізбейтіні туралы шағымданған болатын. Бақауов есеп комитетімен соттасып 620 миллион теңгенің заңды жұмсалғанын дәлелдеуге тырысқан жалғыз облыс әкімі. Ақырында ол күн сәулесінен энергия тарататын панельдерді 10 есе қымбат сатып алған үшін қаражатты бюджетке қайтаруға мәжбүр болды. Болат Бақауовқа қатысты биыл жаңа жыл қарсаңындағы портрет сату оқиғасы да ел ішінде көп талқыланды. Қайырымдылық кешінде әкім бейнеленген картина 31 миллион теңгеге сатылған еді. Болат Бақауов 2016 жылдың наурыз айында Павлодар облысы әкімі болып тағайындалған болатын. Еңбек жолын совхоз гаражында жүргізуші болып бастаған. Кейін Бақауов шаруа қожалығының басшысы, одан кейін кәсіпкерлікпен айналысып, соңында мемлекеттік қызметке қайтып келді. Ал бір тәулік үнсіздік танытқан ұлттық қауіпсіздік комитеті кешке таяу ресми мәлімдеме жасады. Комитет Павлодар облысының әкімі Болат Бақауовқа қатысты лауазымдық уәкілеттіктерін асыра пайдалану дерегі бойынша қылмыстық кодекстің 362 бабы 2 бөлімі 3 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасуда, басқа мәліметтер жариялауға жатпайды делінген ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәлімдемесінде. Ришат Асқарбекұлы, Марат Қалдыбаев, Азаттық рухы, Алматы.